Мемлекеттік қызметке жоғары оқу орындарының үздік түлектері іріктеусіз орналаса алады, себебі оларға арнайы тәлімгерлер бекітіліп, жас мемлекеттік қызметшілер клубында тәжірибе жинайтын болады. 2023 жылы мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер енгізілген болатын. Жаңа жылдықтың басты мақсаты мемлекеттік қызметке кірудегі кедергілерді жою, сондай-ақ аудандар мен ауылдардағы жас мамандар жетіспеушілігін азайту. Қазіргі таңда Қызылорда облысында 3338 мемлекеттік қызметтер еңбек етуде, оның 630 жас маман. Жаңа заңнамадағы өзгерістер бойынша үздік оқыған жастар конкурстық іріктеусіз, тестілеу, әңгімелесу өтпей мемлекеттік қызметке тағайындалады. Бұл бізді үлкен бір 5 қиыншылықтан құтқаруда. Біріншіден бұл конкурсқа қатысушылардың уақытын үнемдеу, екіншіден бюрократиялық кедергілерді жою, үшіншіден сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, төртіншіден бұл жастарға деген үлкен мүмкіндік, бесіншіден бұл елімізге талантты жастарды тарту. Бұрын мемлекет қызметшілер 9 заңнан тест тапсыратын болса, бұл өзінің саласына байланысты барлығы 4 заңнан: мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы, әдеп нормалары және конституциямыздан тест тапсырады. Екінші этапында бізде бұрын мінез-құлық бойынша тест тапсыратын, ол қалдырылды. Үшінші бұл сандық цифрлық ақпарат ұсыну және төртінші этап әңгімелесу. Бір ерекшелігі осы процестің барлығы да бұрынғыдай мекемеге барып іздеп жүрмейді, барлығы да онлайн түрде өтеді. Тек барлығы онлайн түрде өтеді. Маман тікелей жұмысына кіру үшін, бастап кету үшін ғана барады. Бұл адами факторлардың азаюы сәйкесінше сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға басты мәселе болып тұр. Заңнамаға сәйкес 2023 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің қазақ тілі және әдебиет мамандығын үздік бітірген Қадырова Жанерке Талсуат ауылдық округі әкімінің аппаратына бас маман қызметіне қабылданған. 2023 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің президенттің грантында оқып, GPA 366 балмен оқуымды тәмамдадым. Тамыз айында Серал Лапин атындағы номер 261 орта мектепке жастар практикасымен орналасып, 7 айдай жұмыс жасадым. Сол уақытта Қызылорда қаласының әкімдігінен жұмысқа шақырту алып, әңгімелесу өткен болатын. 2024 жылы наурыз айында мемлекеттік қызмет туралы заңның 15 бабында көзделген талаптармен Талсуат ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы лауазымына конкурссыз жұмысқа қабылдандым. Қазіргі таңда жұмыс атқарып жатқаныма 8 айдан астам уақыт болды. Айта кетейік, GPA 3-тен 33-тен жоғары нәтижеде жоғары білімді үздік бітірген түлек оқуды бітіргеннен кейін 1 жыл ішінде барлық конкурссыз қызметке тағайындалуға құқылы. Аружан Серікбай, Нұрдәулет Шадымұрат, Алданазар Нағымет, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.